Сәлеметсіздер ме, балалар? Бүгін біздің каналда қазақ тілі 3 сынып 97 сабақ сын есім. Сендермен бірге Майра апай 97 сабақтың барлық тапсырмаларын орындауға көмектесетін боламын. Ал сендер лайк басып тіркеліп кетіңдер. Тапсырмаға көшейік. 53-ші жаттығу мәтінді түсініп оқы. Әбу Насыр бүкіл шығыс әлеміне Арасту деген ат пен даңқы жайылған оқымысты Аристотельдің шығармаларын көп оқыған, мағынасын көкейіне тоқыған, соны ұстазы санаған. Замандастары Әбу Насырдың ірі оқымысты, ойшыл данышпан дәрежесіне дейін өскенін көздерімен көрген. Бірақ кейбіреулер ғұламаның алғырлық сипатын жете түсіне алмаған. Сонда олар данышпанның өзінен: «Біз таласып қалдық, анығын түсіндіріңізші, сіз алғырсыз ба әлде Арасту ма?» деп сұрайды. «Ей ағайындар-ай», дейді әлгі сұрақ берушілерге, «егер мен ұлы ұстаз Арасту заманында өмір сүрсем, онда сол ғұламаның білікті шәкірті ғана болар едім». Әбу Насырдың бұл сөзін естіген кісілер оның ақыл парасатына бас еді. Жыл 12 ай кітабынан. Мәтіне туралы. Мәтін Әбу Насыр әл-Фараби туралы және оның алғырлығы мен ақылдылығы жайлы. Мәтіндегі негізгі ойды анықта және оған ат қой. Бұл мәтінге ұлы ғұлама деп ат қоюға болады. Ал мәтіндегі негізгі ой Әбу Насырдың тапқырлығы мен ақыл парасаттылығында. Мәтіндегі мағынасы түсініксіз сөздерді белгіле. Сол сөздердің мағынасын түсіндірме сөздіктен біліп ал. Балалар, бұл мәтінге Арасту деген сөз түсініксіз болып тұр. Ал Арасту деген бұл Аристотельдің лақабы аты болған. Яғни Аристотель ол грек философы, данышпан, оқымысты ұлы ғұлама болған. Сын есімдерді тап. Бұл мәтінде оқымысты, данышпан, ойшыл деген сын есімдер кездесті. Келесі тапсырмаға көшейік. 54-ші жаттығу. Әл-Фарабидің нақыл сөздерін көшіріп жазыңдар. Дәптерлеріңе балаларым Әл-Фарабидің нақыл сөздерін көшіріп алыңдар. Даналық істі ақылға салып, тиянақты атқару деген сөз. Оған білім үйрену арқылы ғана қол жеткізуге болады. Парасат әр адамның кісілік қадірі, адам басындағы ізгі қасиеттер, парасатты өсіретін қабілет. Қайырымды ізгі ниетті адам ешқашан өлмейді. Бұл нақыл сөздерді балалар мағынасын топта талқылаңдар. Бұл жерде өздерің байқағандай даналық, парасат, қайырымды, жақсы қасиеттер туралы айтылған. Бұл нақыл сөздің мағынасы балалар даналық, бұл әрбір істі ақылға салып, тиянақты атқаруға тәрбиелейді. Ол үшін міндетті түрде білім қажет денілген. Ал парасат бұл әрбір адамның кісілігі, қадірі, яғни ізгі қасиеттері. Ал қайырымды бұл ізгі ниет. Бұл қайырымды болған адам ешқашан өлмейді деген. Бұл нақыл сөздердегі сын есімдердің тауып, оның асын сызыңдар деген. Яғни кісілік қандай? Кісілік қадірі. Парасатты қандай? Парасатты. Яғни қайырымды. Қандай? Қайырымды. Осы сын есімдердің асын сызып шығамыз. Келесі тапсырмаға көшейік балалар. 55-ші жаттығу. Берілген сын есімге бірнеше зат есім тауып айт. Бұл жерде қандай? Ескі, жұқа, қызық деген сын есімдер берілген. Осы сын есімдерге сәйкес келетін зат есімді тауып жазайық. Ескі сөмке, ескі кітап, ескі етік деп жазуға болады. Ал жұқа сын есімне жұқа мата, жұқа күртеше, жұқа көйлек деп жазуға болады. Ал қызық сын есіміне қызық кино, қызық әңгіме, қызық оқиға деп зат есімді жазуға болады. Балалар, осымен бүгінгі тапсырмалар аяқталды. Келесі тапсырма сендерге бірінші көріну үшін тіркеліп лайк басыңдар. Сау болыңдар балалар.